Әрбір компания өзінің даму кезеңінің белгілі бір кезеңіне жеткенде қосымша ақша тарту көздерін іздестіре бастайды. Бизнес табысты болу үшін қосымша капитал керек. Банктен несие алуға болады, вексельдер шығаруға да мүмкіндік бар. Бірақ осылардың ішінде ең тиімдісі қор биржасына акциялар орналастыру. Бұл миллиондаған жаңа инвестор мен миллиардтаған табысты бір сәтте алып келуге мүмкіндік береді. Бұл Жусан Инвест. Бүгінгі тақырыбымыз IPO қалай жүзеге асады және оның кезеңдері туралы. Лайк басыңыз, коммент жазыңыз, ал біз бастаймыз. IPO кезеңдері. IPO бірнеше кезеңдерден тұрады. Кез келген компания басшылары бүгін жиналыс жасап, ертең IPO жасап, бүрсі күні акцияларды биржада сата бастаймыз дей алмайды. Бұл айлап, апталап дайындалатын қадамдардан құралған. Биржаға шыққанға дейін бұл іске инвестициялық банктер, заңгерлер, маркетологтар және басқа да көптеген мамандар қатысатын бірнеше кезеңнен өтуі керек. Компания өзінің жасырын жұмыс істеуін тоқтатып, жария әрі ашық жұмыс істеуге дайын болу керек. Өйткені биржа нарығының өз ережелері мен талаптары бар. Биржаға кіру үшін компанияның жақсы бизнес тарихы болу керек және бірнеше жыл бойы ашық қаржылық есеп беру қажет. Мысалы, Нью-Йорк қор биржасына өз акцияларын алдын ала құны $50 миллион кем емес компания ғана шыға алады екен. Компания қор биржасында айналымдағы акциялардың бастапқы шығарылымы туралы ойлағаннан кейін IPO-ның алдын ала кезеңі басталады. Алдын ала кезең. Алдын ала кезең ең ұзақ уақытты алады. Ол бірнеше айдан бірнеше жылға дейін созылуы мүмкін. Осы уақыт ішінде компания өз бизнесін, активтер құрылымын және корпоративтік басқаруды бағалау керек. Содан кейін қандай бағамен және қанша акция шығару керектігін есептеп, сәйкесінше компанияның болашақ капитализациясын анықтауға болады. Сондай-ақ қаржылық және ақпараттық ашықтық дәрежесін бағалау маңызды. Бұл инвесторлардың компанияға деген сенімінің артуына ықпал етіп, оның беделін арттырады. Сонымен қатар болашақ эмитент биржалық сауда-саттық ережелеріне сәйкес 90 сайынғы қаржы есебін ашық түрде ұсынуға міндетті. Сараптама нәтижелері бойынша компания өз акцияларын ашық аукционға шығарудың ол үшін тиімді екенін шешеді. Директорлар кеңесі барлық оң және теріс жақтарын таразылай келе, IPO-ға шығу немесе шықпау туралы қорытынды шешім шығарады. Егер IPO жасаймыз деп шешсе, онда компания андеррайтермен келісімге қол қояды және IPO-ның келесі дайындық кезеңі басталады. Дайындық кезеңі. Әдетте андеррайтер қор биржасында акциялардың листингінің барлық дайындық кезеңіне қатысады. Андеррайтер дегеніміз IPO-ға шығатын компания келісім жасайтын инвестициялық банк. Әдетте IPO-да бірнеше андеррайтер жұмыс істейді. Сонымен қатар акциялар орналастырылатын қор биржасы және брокерлер таңдалады. Андеррайтер компанияны бағалап және нарықты конъюнктураны ескере отырып, алдағы IPO параметрлерін анықтайды. Ол анықтамаға қанша акция шығарылады және қандай бастапқы бағамен сатылады. Сондай-ақ қор биржасына бағалы қағаздарды шығарудың ең қолайлы уақыты қашан деген сияқты маңызды сұрақтардың жауабын береді. Эмиссия проспектісін дайындап, оны реттеуші органға тапсырады. Оның ішінде менеджмент және акционерлер туралы мәліметтер, қаржылық есеп, дивидендтік саясат туралы ақпарат болады. Сондай-ақ компания неліктен қаражат тартуды таңдағанын, қанша акция шығаруды жоспарлап отырғанын, орналастыру мерзімі және тағы басқасын түсіндіру керек. Егер құжатта көрсетілген ақпарат реттеуші органның барлық талаптарына сәйкес келсе, онда IPO күні белгіленеді. Проспектіден басқа андеррайтер мен эмитент инвестициялық меморандумды дайындайды. Ол инвесторларға компанияға инвестиция салу немесе салмау туралы шешім қабылдау үшін қажетті деректерді қамтитын құжат. Соңында орналастырылатын бағалы қағаздарға инвесторлардың қызығушылығын арттыру үшін жарнамалық науқан басталады. Компания өкілдері Лондон, Нью-Йорк, Гонконг немесе Токио сияқты ірі жаһандық қаржы орталықтарына сапары барысында әлеуетті инвесторлармен және брокерлермен кездеседі. Мұндай роуд-шоу басшылық инвесторларға компания қызметінің нәтижелерін және акцияларды орналастыру деректерін ашады. Роуд-шоу әдетте 2-3 аптаға созылады. Негізгі кезең. Роуд-шоу барысында эмитенттің акцияларына алдын ала өтімдер жиналады. Әрі инвесторлар акцияларды ресми орналастыруға дейін сатып алу құқын алады. Жиналған өтімдер негізінде андеррайтер инвесторлардың қанша акцияны және қандай бағамен сатып алуға дайын екендігі туралы ақпаратты алады.
Андеррайтер айтпақшы, акцияларды орналастырудан кейін оларды әрі қарай қайта сатумен IPO-ға деген акцияларды сатып алуға басымдық құқығына ие. Қорытынды кезең немесе листинг бағалы қағаздардың қор биржасында айналысының басталуы болып саналады. Дәл қор биржасында сауда-саттықтың басталуымен IPO қаншалықты тиімді болғаны белгілі болады. Егер бағалы қағаздардың бағасы нарықтық конъюнктураға сәйкес болса, онда эмитент қор нарығында тұрақты беделдің қалыптасуына және оның капитализациясының ұлғаюына сене алады. IPO-ның алғашқы күндерінде акция сатып алу қаншалықты тиімді? NASDAQ мәліметтері бойынша акциялар 2021 жылғы сауданың бірінші күнінде орта есеппен 34%-ға өсті. Дегенмен орташа типтік акциялардың құны 2020 жылғы 26%-бен салыстырғанда 13%-ға ғана өсті. Сонымен қатар 34,6% жағдайында акцияның бірінші сауда күні қызыл түспен аяқталған. Ақшаңызды жоғалтып алу қаупі барын есіңізде сақтаңыз. Өйткені IPO арқылы табыс-табыссыз деп сізге ешкім кепілдік бермейді. Шешіміңізді мұқият қарастырыңыз және компания мен оның бизнесі туралы көбірек білу үшін проспект пен инвестициялық меморандумды оқып шығуды ұмытпаңыз. Достар, осымен бүгінгі видео тамам. Видео ұнаса лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.